Қайырлы күн. Бүгін мен мына суреттерді таңдап, CapCut'қа кіреміз. Астына добавитті басамыз. Мінекей суреттерді кіргіздім. Енді мен айтып кетейін дегенім, бұл CapCut'та мына астында тұрғандарын нелерді, батырмаларды. Мысалы, мына суретті үстінен басып, мінекей, мына ең шетіндегі қайшыда изменить деген тұр ғой, мысалы. Изменитті бассам, мына мен немде тұрған бір суретімді айырмашылығын көрсетіп тұр. Мысалы, сол жерден, мысалы, мен ортасын бөлсең болады. Мына ортасын бөлем десеңіз, мына разделить деген тұрады. Оның ортасын бүйтіп бассаң, мінекей, мына ортасы бөлінді де қалды. Көрдіңіздер ме? Ал енді бұны мен бөлгім келіп тұрған жоқ. Мысалы, бұны қайтадан назатты, мына төбедегіні, оны бөліп қайттан қосу үшін назатты бассаңыздар, мінекей, қайттан сурет бүтін болып қалды. Ендігісі звук. Мінекей, звукты басқан кезде, мінекей, музыка, мына звуки дейді. Бұл звукидің өзінің ішінде неше түрлі батырма бар. Міне эффект деген бар. Эффект, мінекей, эффект деген мынандай дауыстар бар. Мінекей, мынандай да. Мына жерде көрдіңіздер ме? Енді бізге ол звуктың извлечено дегені бар мына жерде. Ол да екеуінің арасына қосатын. Мынау записать дейді. Записать деген мынау сыртынан бассаңыз, өзіңіздің дауысыңызды. Сәлем, қалайсыздар? Мысалы, мен осыны жібердім деймін. Сәлем, қалайсыздар? Осылай звукты өзіңіздің видеоларыңыз сыртынан мынандай жылыштып бас жаққа қойсақ, міне. Сәлем, қалайсыздар? Осылай сыртынан сөйлей бересіздер. Енді мен бұны үстінен басып, мінекей, удалить етемін. Көрдіңіздер ме? Ал енді ары қарай назад текст дейді. Мінекей, текстте мына жерде А плюсті шығады. Сол А плюстен алып, мінекей, шрифтін өзгертем десеңізді мақұл. Қазір сәлем деп қойын. Сәлем дейінді. Птичканы басып. Енді оны мен қайттан үстінен былай бассам, сәлем деген үстінен басамын. Емін жерде дұрыс жазылмай қапты, жарайды. Мына карандаштың үстінен бассам, қайтадан жазуды жалғастыруға болады. Қазір мына жердегі назатты бассам, астын көрсетіп отырмын. Мына стиль дегені бар. Стиль дегенде мына әріптердің бәрі өзі қызыл көк болып бөлінеді. Енді мен мына жерде қайтадан мына жерде қате болып қалды ғой. Енді мынаның үстінен әні өшіреміз де қайтаны. Потому что мына жерде бізде басқа елдің тілінде тұр. Мына жерде қазір мен шрифтті өзгертем. Шрифтті, мінекей, шрифттің үстіне не аламын да, міне добавить шрифт деген өзім жаздырып алғандарым тұр мына жерде. Астында көрдіңіздер ме? Мынаны бассам, мына өзгеретін. Мынаны бассам, ал былай мынаны бассам, осылай өзгеріп отырады. Мінекей, көрдіңіздер ме? Мынаусын бассам, міне қандай әдемі шрифттер. Бұл шрифт туралы сіздерге өткенде айтып кеткем. Мінекей. Өткенде айтып кеткем. Енді эффект дегенде, мынау эффект. Эффектімен әртүрлі жазуларды
кездестіресіз мінекей. Мынандай болады, мынандай болады әйтеуір. Өзіңіз таңдап отыра бересіз. Мінекей. Енді бұның бәрін, міне фраза деген ол жаңағы мынандайдың ішінде жазылып қалады. Мына біреудің үстіне жазсам, мінекей, көрдіңіздер ме? Мына жерде жазылып былай, көрдіңіздер ме? Şu фразаларда бәрінде сондай. Мысалы, мына біреуді бассам, міне. Бүйтіп мынаны кішірейтсем, сөздерді бүйтіп келтіре бересіңдер. Ішіне жазып. Ал енді анимация деген, жарайды, бұны енді қазір мен мынаны өшіріп тастаймын деймін. Мына ең біріншісінде тұр ғой, мына. Соны нені өшіріп тастаймын, мына. Енді өз жазудың өзі қалады. Туралаймыз. Енді анимация деген тұр. Мына анимация. Анимацияны басқан кезде бұл астында неше түрлі жазуыңыз неше түрлі болып шығады. Мысалы, мен мынаны басайын. Міне, көрдіңіз бе? Астында жылжытып, ол жылдамдығына байланысты. Шығып келатқан кезде қалай? Міне. Қалай шығып келатса болады? Жылдам ба или жай ма? Мына керек болса, міне птичкасы тұр, мына жерде, сол птичканы басасыз. Қайтадан міне бас. Енді осы қазірше мінекей. Осы жерде сіздерге бәрін жөндеп айтып келдім тексті. Енді мен ары қарай ертең жалғасын айтайын. Мынаның ішінде енді өте керемет нелер көп, батырмалар көп. Енді ертеңгісіне жалғастырамыз. Мынаның арасында мінекей переход дегендер бар. Мінекей. Мына суретті қалай келеді? Екі суреттің арасы. Екі суреттің арасы. Ал мынаны бүйтіп не жасам, мына екеуінің арасы қалай келеді? Осылай ауысады. Енді ертең, Құдай қаласа, видеода жалғасын не алайын, жіберейін видеосын. Бүгінше осы батырмалар. Енді оны бүгін боламаймыз. Сол үшін тағы да түсіндіріп айтып кетемін. Ал енді келесі видеомда кездескенше, ұнаса лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Әлі ішінде небір сырлар бар, капкутта. Жақсы.